Достар, бүгін біз ең керемет грамматика Кореяда 100% қолданады, бірақ неге біздікілер оны білмейді. Тамақ жедің ба? 네, 먹어요. Я жедім. Жеп жатырмын. Бардың ба? 네, 가요. кеттің ба? 네, 가요. 먹어요. 자요. 먹어요. 공부해요. неге біз барлығыны йомен ғана бітіреміз? негізі дәл Кореяда да Қазақстандағындай өткен шақ бар, қазіргі шақ, келер шақ деген бар. Біз неге соны біз әрбір сөзге қолданбаймыз? Мысалы, бардың ба? Я бардым, яғни уже өткен шақ. Келіп жатырмын, яғни келіп жатырмын, әлі келіп жатыр, қазіргі шақ. Уже келіп болдым, уже бұл қалай өткен шақ. Әр шақтың өзінің орны бар ғой. Неге біз соны корей тілінде дұрыс қолдана алмаймыз? Бүгін мен сіздерге дәл сол шақтарды, 3 шақты үйрететін боламын. Менімен бірге болыңыздар, және де егер сіз де корей тілін үйреніп жүрген болсаңыз, онда бұл видео сізге де өте пайдалы деп ойлаймын. Сондықтан да міндетті түрде видеоның соңына дейін қараңыз. Давайте онда біз қазір именно мукта сөзін аламыз. Мукта деген сөз вообще-то жеу деген мағынаны береді, иә? Енді қараңыз, сіз егер әлі тамақты жеген жоқсыз, бірақ жейін деп жатырсыз, сізге әлі тамақ берілген жоқ, яғни сіз әлі барған жоқсыз, тамақты жеген жоқсыз, бірақ сіз жейін деп жатырсыз. Сен тамақ жедің ба деп сізге сұраса, қалайсыз? Я жеп жатырмын деп айтпайсыз ғой. Яғни сіз 네, 먹을 거예요. яғни біздегі 거예요 бұл келер шақ. 먹을 거예요. әлі келген жоқ. Біз әлі жеген жоқпыз. Бірақ именно келер шаққа біз 거예요 грамматикасын жалғаймыз. Яғни мокта жеуге, 거예요 грамматикасы жалғанады. 먹을 거예요. егер сіз дәл сол мокта жеу деген сөйлемге, мысалы қазір сіз жеп отырсыз, уже сіз жеп отырсыз, бұл қазіргі шақ, онда сіз 먹고 있어요. 먹고 있어요. қазір мен жеп отырмын. Тамақты уже жеп отырмын. егер сіз жеп болған болсаңыз, уже сіз жеп болдыңыз, онда сіз 먹었어요 деп айтасыз. Дәл сол шақтарды ұмытпау керек. Яғни бұл сізге әрбір сөйлемге 100% керек сөздер болғандықтан, бұл міндетті түрде шақтарды ең бірінші үйренетін зат. Сондықтан да барлық сөзге 먹고 있어요, 먹을 거예요, 먹었어요, 먹어요 пысықтаймыз. Біз яғни корей тілін үйреніп жүрміз, бірақ шақтарды қалай үйренеміз? Шақтарды қалай қосамыз? Әрбір сөйлемге шақтарымызды қалай қосамыз? Яғни әрбір сөйлемімізді қалай дұрыс айтамыз? Яғни оны болып кетті, немесе енді болайын деп жатыр, немесе қазіргі уақытта болып жатыр. Соларды біз қалай үйренеміз? Ал мен сіздерге соны бүгін үйрететін боламын. Негізі бізде қазіргі кезде өткен шақ, қазіргі шақ және де келер шақ бар, иә? Дәл сол келер шақ, өткен шақтардың барлығыны біз кәрісше жазып аламыз. Қалай жазып? Мысалы, біздің осы шағымыз айо, ойо, хейомен бітеді. Айо, ойо, хейомен бітеді. Ал өткен шағымыз, яғни кеше өтіп кетті, ол уже бітіп кетті. Яғни ол оссойо, ассойо, хессойомен бітеді. Ал келер шақ бізде болашақта немесе ертең болатын іс. Яғни ол бізде ілкоейомен бітеді. Біз соның барлығыны жақсылап бірінші қай кезде қай сөйлемді қоюды үйреніп алуымыз керек болды. Ал енді біз солардың барлығыны бірінші үйреніп алдық. Қазір айо, ойо, хейо қазіргі шақ, келер шақ бізде ілкоейо, өткен шақ бізде ассойо, оссойо, хессойо. Дәл соны бірінші біз корей тілінде үйреніп алғаннан соң, біз әрбір сөйлемді, соларды, сол именно 3 шақты әрбір сөйлемді, яғни орнына қоятын боламыз. Мысалы, қада сөзін алатын болсақ, бару. Бару, кайо, калькоио, барайын деп жатырмын. кассайо, бардым. могойо, 먹을 거예요, 먹었어요. 일어나요, 일어났어요, 일어날 거예요. 운동해요, 운동할 거예요, 운동했어요. яғни әрбір сөйлеміңізді дәл солай, яғни әрбір шақтарға қойып үйренетін болсаңыз, онда сіз міндетті түрде сіздің
80% сөйлеміңіз 100% дұрыс шығады. Яғни тура айтқан боласыз. Сондықтан ең бірінші біз шақтарды осылай үйренетін боламыз.